Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда сіздер сабаққа байланысты көптеген әдіс-тәсілдермен таныс бола аласыздар. Сонымен қатар Қытайдан келген заттарға распаковка секілді видеоларды көре аласыздар. Ал бүгін біз үйренетін әдіс ол ақ парақтың астына қойып жазуға арналған линиялар, яғни зебра деп аталады. Осыны біз қайдан аламыз? Қайдан шығарып алуға болады? Ол үшін іздеу жолағына разлиновка деп жазасыздар. Жазғаннан кейін ең бірінші болып сайт, қандай сайт шығады, соның үстін басамыз. Міне бізде сайт шықты. Бұл жерде жаңағы біздің сохранить етіп алған, яғни сақтап алған линияларымыз тұр. Және де бұл сайтта толщинасын үлкейте аласыздар, кішірейте аласыздар, цвет таңдай аласыздар, яғни қатты көрінетін немесе көрінбейтіндей қылып, интервал, яғни ашық қатты болу қажет, немесе кішкентай болу қажет, яғни өздеріңізге қажетті интервал барлығын таңдай аласыздар. Сонымен қатар бұл жерде линияның көптеген басқа да түрлері бар. Бұмен қоса осындай түрлері, осындай, яғни мынау түрі бұл бастауыштардың дәптерлеріндегі линия. Бұны А4 форматқа шығарып тапсырма ретінде берсеңіздер де болады. Осындай линия түрлері бар. Сонымен қатар сеткалар бар, яғни математикаға арналған есеп шығартуға болатын осындай түрлері бар. Осындай түрлер, яғни көптеген басқа да түрлері бар. Фигураның түрлері, ромбы, шестиугольники, изометрическая, окружности, координаты. Бұл жерден өздеріңізге қажетті кез келген түрлерін аласыздар. Сонымен қатар куб, сфера, цилиндр, конус, точканың да түрлері бар. Игры, яғни сіздер мишень, яғни осыны шығарып алып, сабақта пайдалансаңыздар да болады. Морской бой, шахматы, преферанс, судоку, крестики и нолики. Яғни өздеріңіз сызып отпайсыздар, осындай баларды жарыстырып, осылай да шығарса болады. Енді бұл жерде біз линиямызға қайтып келейік. Мысалға, өздеріңізге қажетті форманы, сетканы, фигураны таңдап алдыңыздар, толщинасын, цветін, интервалын барлығын келтіргеннен кейін, яғни полясын да жөндеуге болады бұл жерде. Узкий, немесе обычный, ориентация, яғни книжная, альбомная, сонымен қатар размері А3, А4, А5 форматында шығара берсеңіздер болады. Бұл жерде печать деп басып, сразу осы линияларымызды принтерден жібере салсаңыздар да болады, немесе сақтауға болады. Сақтағанда PDF форматта, осындай сайт түрінде форматында, және де PNG форматында. PNG, яғни картинка мен сіздерге басында мына көрсеткен PNG форматы бұл. Жаңа айтып өткен PDF және де CVG форматында сохранить етіп алсаңыздар болады. Егер осы сіздерге ақпарат пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар.